Так, жақсы, онда бастайық. Бірінші сұрақтан бастайық, кеттік қана онда. Көрініп тұр ма саған? Я көрініп. Жақсы, бірінші есеп қалай шығарасың енді өзің айтып жіберсең. Математикалық монетиктің уақыты берілген, тербеліс саны беріліпті, монетиктің тербеліс периодын тап дейді. Қалай шығарамыз оны? Т бөлінген n. Молодец. Міне период табу үшін біз кішкентайтаны n-ге бөле саламыз, иә? М. Сонда 5 бөлінген 10 тең болады нешеге? 0,5 секунд бола Секунд. салады екен, түсіндің бе? Мгм. Ары қарай екінші есеп қандай формамен шығарамыз? Бірінші формасын айтып жібере сал, сразу ешнәрсе қарамай өзің есіңе түскенін айтып көр, жарай ма? Солай жақсы сақталады есте. Кейін қарай саласың. Так, G көбейтілген m1 m2 бөлінген r квадрат. Дұрыс, иә. G m1 m2 бөлінген r квадрат дедің, иә? Мгм. Так, сонда бізде формуласы G болады мына жерде m1 m2 бөлінген r-дің квадраты, да? Мгм. Так, енді есептей жібере салайық сразу. Калькуляторың болса, 6,67 10-ның минус 11 дәрежесі, 5 10-ның 6 дәрежесі болады, тонна ғой мына жерде. 2 10-ның 6 дәрежесі бөлінген 100-дің квадраты, ол 1 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі болмас, сразу жазатырмын. Бұл неше Мгм. шығады енді примерно? Так, егер де там мен дәрежелерін есептемедім да, менде ол есе 66,7 шықты. Так, 6-да 67 дәрежесін есептей салайын, 4 үстіге келсе. Нет, түр 66-тан кейін. Жоқ, мен қысқа түсіре салдым мына жерде 10 мен бірді сразу. Бір нөл мына жерге қосып жібердім. Мында 7 болды, 13 үстіге келсе 9 минус 2 болады екен. Так, бұл қай нұсқаға келеді бізде? А нұсқасына келеді, өйткені 6,67 дегенді бір өтіріп мына жаққа жылжытатын болсам, ол менде 66-да 7 10-ның минус 3 дәрежесі болады да, көрдің бе? Мгм. Бұл деген бізде 66-да 7 милли ньютон деген сөз ғой, түсіндің ғой, иә? Мгм. Вот осылай шығара саламын. Так, вот есеп түсінікті ма, Данали? Иә. Так, хорошо, бұл есеп түсінікті болса кеттік ары қарай кетейік. Енді келесісі бұл бізде астындағысына сөз алайын. Үшінші есепке. Үшті қандай формамен шығарамыз, Данали? Есіңе сөйлесе сол. Бір секундта 20 айналым жасайтын дәнекерге бұрышты жылдамдық. Мгм. По сути, омега ол бір бөлінген нет, екі пи бөлінген т еді ма, или? Так, дұрыс айтасың, 2 пи бөлінген т, иә? Немесе бірақ бұл жерде ең Мгм. оңайы, көбінесе омеганы шығарған кезде 2 пи ньюмен шығарсақ болады. Өйткені мына Ой, жақта иә. айналым саны үлкен ғой, бір секундқа бөлген Иә. кезде ең әдемі шығады да, бөлшексіз. Сонда писіз, пиді мына жерде айналдырмаймыз, көрдің бе? Жауап пимен тұр. 2 пи дейміз да, Мгм. мынау n бөлінген т болады ғой. Осы жерде Мгм. сонда 2 пи, бізде қанша болады? N 25 бөлінген 1, сонда 50 пи болады ма? Мгм. Иә. 50 пи радиан бөлінген секунд деп тұр екен өлшем бірлігі. Яғни бізде д нұсқасы болады. Так, Мгм. түсінікті ғой бұл? Иә. Так, жақсы, кеттік төртінші есеп. Төртінші есептен жазып алдың ба өзіңе? Тіпті отырсың ғой, да? Или жібере саламын ғой сабақтан кейін, иә? Мгм. Видео. Ерінбей қарап шыға саласың. Кеттік төртіншісін қалай шығарамыз, қандай формамен? Так, бір атомды идеал газдегі хлоралы жолымен қосуға 20 джоуль мөлшері жұмсалған газ жұмысы. Мхм. Енді қара, Данали, Бір бізде жалпы калкулятор. изохора дегеніміз не еді ол? Есіңде бар ма? Изохора, так, Үш ақ түрі бар, иә? Төрт түрі бар. потенция. Изобара дегенде п тең константа болады. Ой, Изохора онда дегенде в тең білем. константа болады, иә? Мхм. Изотермада т константа және адиабата деген процесс бар, иә? Мгм. Бұл жерде бізде жылу мөлшері болмайды деп айтқан едік. Иә. Енді процестер өзі үшеу ақ қой. Изохоралық дегенде в бізде константа болатын болса, онда ол нені білдіреді бізде? В константа деген сөз көлемнің өзгерісі неге тең болады, Данелия? Нөлге тең болады, түсіндің ба? Ал Мгм. жалпы газдың жұмысының өзінің формуласы бізде п көбейтілген дельта в ғой. Сонда Иә. мынау нөл болатын болса, жұмыста неге тең болады бізде? Нөлге тең болады, көрдің бе? Сонда мына есепте бізде әдейі шатастыру үшін мынаны беріп қойған, 20 джоульді беріп қойған. Бір атомды деген, сен мысалға қазір бұны бүйтіп шығарайын деп тұрсың ғой, бір атомды деген кейін сен сразу ана бір форманы есіңе түсірейін деп тұрсың да, үштен Иә. екі деген сияқты, иә? Сөйтіп соны бүйтіп шығарамын деп ойлап тұрсың ғой, көрдің бе? Бір ғана изохора деген сөзге қарап шығармай ақ қойып сразу нөл деп белгілеп кете салуға болады, түсіндің ғой, иә? Мгм. Вот. Так, егер изобара дегенде шығаруға болатын еді, сахара болып тұр екен бізде. Так, вот түсінікті ма, Даналя? Иә. Так, хорошо. Кете берейін ба дальше? Мгм.
Так, бесінші есепте зат мөлшері 10 моль бір атомды идеал газдың температурасы 27 градус болса, оның ішкі энергиясы дейді. Енді ішкі энергия дегенімізді біз У деген әріппен белгілейміз, иә. Енді бір атомды дегеннен кейін И нешеге тең болады бізде? 3-ке тең болады. Сонда бұл 3 бөлінген 2 ню ар т деген формула қолданамыз ғой, иә. Сонда 3-тен 2-ні 10-ға көбейтіп, 8-де 31-ге көбейтіп, т тең бізде 300 болады. 273 қой. Так, сонда осы айынан көбейтсек неше шығады бізде примерно? 525 көбейтесің 10-ға, көбейтесің 300-ге и көбейтесің 3-ке, бөлесің 2-ге. 37.395. 37.395, яғни 37-те 4 килоджоуль, иә. Шығасың. Килоджоуль. Так, түсінікті ма бұл? Иә. Жақсы, келесі балықшы массасы 150 грамм балықты дейді, қатаңдығы 450 ньютон бөлінген метр қармақпен бір қалыпты жоғары тартқандағы қармақтың капрон бауының созылуы дейді. Созылу деген нәрсе ол деформация деген сөз. Деформация деген қандай әріппен белгілейміз біз? Дельта Дельта. X. Түсінікті ғой, иә? Сонда дельта X тап деп тұр. Енді біз бұл тақырыпта өткеніміз энергияның байланыс энергиясы. Бұл жақта қандай екі энергия туралы айтып тұр. Біріншіден қармақпен біз балықты үстіге қарай көтереміз. Потенциалдық энергия, масса берілгеннен кейін G-ді беріп қойған, уже түсінікті, дұрыс па? Бірақ бұл жерде бізде қандай биіктікке көтерген жоқ қой, иә. Сондықтан ол жағын да ойлану керек. Значит, бұны ашин формамен шығарса болады екен. Энергияның байланысы жоқ. Өйткені аш берілмеген, түсіндің ба? Сонда біз ең бірінші қатаңдыққа қатысты форманы есімізге түсіреміз. Қандай форма бар қатаңдыққа қатысты? Гук заңын есімізге түсіреміз. Ол не еді бізде формасы? F тең К дельта X қой, иә, дұрыс па? Егер мына жерде қандай биіктікке көтергендігін беретін болса, мына есепте, онда ол энергияның байланысы болып кетеді да, екі энергияны бір біріне теңестіресің, потенциалдыққа теңестіресің. Біреу mgh, екінші kx квадрат бөлінген 2 деген, түсіндің ғой, иә? Бірақ бұл жерде бізде биіктік жоқ болғаннан кейін біз f тең kx қолданамыз. Неге десек, f дегенді не деп ала саламыз біз? Ауырлық күші mg-ға теңестіре саламыз, түсіндің ғой, иә? К дельта x, осы жерден дельта x неге тең болады бізде? mg бөлінген k бола салады. М дегеніміз 150, 10-ның минус 3 көбейтілген 10 бөлінген 450 деген шығады екен. Мәйге қысқарса 3 болады. 10-ды 3-ке бөлсең 3-те 33, 10-ның минус 3 дәрежесі шыға ма? Енді бұл дегеніміз А нұсқасы болып тұр ғой. Ананы 3 деп жуықтайсақ, 3 жұдырды жылжытсам, ол менде 0,03 метр болады. Түсіндің ба? Вот. Жақсы. Бұл есеп түсінікті ма? Иә. Жақсы, кет жетінші есепке кетейік. Жетінші есепте не дейді? Мына есепті өзің шығара алсаң болады негізінде. Қандай форма қолданамыз? Бір оқып ал, асықпай. Так, оннан 8, нет, оннан 4 километр секунд жылдамдықпен қозғалатын электронға оның қозғалысына перпендикуляр бағытта индукция 0,15 тесла болады. Магнит өрісі әсер етеді. Электронға әсер ететін күштің шамасы. Жақсы. Қандай күш енді ол? Оны өтіп болғанбыз. Қандай күш бұл? Өзі магнит өрісінде екі-ақ күш бар, иә? Не? Қандай күш енді ол? Ампер күші ма, Лоренц күші ма, қандай күш? Ой, так. Бұл заряд болса, онда Лоренц. Лоренц күші болады, иә? Формуласы B, Q, V деп жазамыз ғой. Енді бұл жақта перпендикуляр деген сөз болғандықтан, перпендикулярда синус 90 градуста бірге тең бола салады, түсінікті ғой, иә? Сондықтан ол жерде бұны жазып керек емес. Енді бұл жерде зарядтың онда нені аламыз біз? Электрон берілген, осы электрон өзі ала саламыз да, былай түсін ба? Сонда BeV деген формамен шығара саламыз. 0,15, 10-ның минус 3, 1-де 6, 10-ның минус 19 и көбейтілген қанша болады тағы? 10-ның 4 килодан айналдырсақ, 10-ның 7 дәрежесі бола салады екен, түсініп па? Сонда неше шығады бізде? Так, 0,15-ті көбейтесің 1-де 6-ға. И көбейтесің 6-ға, иә? Или 0,15-ті просто 1-де 6-ға көбейтесің болды ғой. онда 0,24 шықты. 0-де 24 дейсің ба? Мгм. А мына 6 ма мына жерде? Иә. Көрмеппін ғой, иә? 6. Неше шығады сонда? Так, онда 1-де 44. 1-де 44 дәрежесі неше болады? 10-ның минус 15 дәрежесі бола ма? Ньютон. Қай жолы бұл? А нұсқасы бола салады. Так, түсінікті ма бұл?
Иә. Так, жазып алдың ба өзіңе? Енді қатты қиын емес, бұны шығардық иә, бұндай есептерді. Мгм. Так, келесі толқын ұзындығы берілген. Толқын ұзындығы дегеніміз не ол бізде? Лямбда бар, с бар екен, жиілік сұрап тұр ғой, иә? Бұл форманы да біз білеміз. Жалпы өзі лямбданың формасы қандай еді ол бізде? В көбейтілген т ғой. Немесе жиілік бойынша жазатын болсақ, жылдамдық бөлінген жиілік, иә? Мгм. Бірақ бізде жылдамдықтың орнына не беріліп тұр? А, Вакуумдегі жылдамдық беріліп тұр ғой, яғни жарық жылдамдығы, иә? Сондықтан иә. в-ны с-мен алмастыра саламыз да. Осы жерде нью тапсақ, нью бізде неге тең бола салады? С бөлінген лямбда бола салады. Яғни 3 онның 8 дәрежесін бөлеміз неге? 800 онның минус 6 дәрежесіне бөлеміз. Неше шығады сонда? Так, егер дәрежесін есептемесек, онда так 10.000-375 шықты менде. 10 мыңнан 375 дей ма? Мгм. Так, 10 мыңнан емес шығар, енді 0 бүтін шығар, тәңірі. Ну, я, то есть 375 білген 10-5 дәрежесі там. 375 көтіңін 10-ның минус 5 дәрежесі шықты ма? Мгм. Жақсы, тағы дәреже бар ғой қасында, иә? Иә. Сонымен со дәрежемен қанша болады енді? 375 бар, мына жақта 10-ның минус 5, мына жақта не болады бізде дәреже? 10-ның 14 дәрежесі болады ма? Өтір 5-тен кейін ағай. Өтір 5-тен кейін дейсің ба? 375 па просто? Иә. Жақсы, онда бізде қандай болады? 375 10-ның 9 дәрежесі шығады, иә? 10-ның 9. Так, сонда ол қай жауапқа керек? Герц деп қояйық. Так, д нұсқасына келдік. Так, түсінікті ме бұл? Мгм. Жас, келесі есеп көрейік. Белгісіз металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы дейді. Қызыл шекара деген сөз, яғни бізде лямбда қандай болады бізде қызыл шекарада? Фотоэффектте қызыл шекара десе жиілік минимум болады, ал лямбда қандай болады? Максимум болады, иә? Максимум. Сонда Мгм. лямбда максты беріп қойған. Лямбда макс дегеніміз бұл есепте бізде 270 нанометр. Қызыл шекара бойынша. Осы металдан электронның шығу жұмысын табыңдар дейді. Яғни аны тап деп тұр ғой, иә? H берілген, сосын с беріліпті. Енді қызыл шекараның формасын сен өзі білесің, оны жаздық талай рет. Қызыл шекара бойынша H максты қайда табатын едік біз ана, лямбда максты. Яғни толқын ұзындығын қалай табамыз? Жиіліктікін білеміз. Толқын ұзындығын табу үшін не істейміз? H ны неге бөлеміз? Шығу Иә, мысалы. жұмысына бөлеміз. Түсіндің ме? Сонда осы жерде жұмыс табатын болсақ, жұмыс бізде H бөлінген лямбда макс болады. Көрдің бе? Мгм. Так, сонда H дегеніміз ол 662 10-ның минус 34 дейді. Мына жерде 3 көбейтілген 10-ның 8 дейді. Астында бізде 270 10-ның минус 9 дейді. Сонымен қандай жауап шығады, әлі? Қай нұсқа? Есепте жүре сал, неше шығатын? Так, Сандар әртүрлі екен ғой мына жақта. 6 Соны жуықтап қана санға белгілей салады екенбіз. Қандай санға жақын шығады? 6 көбейтілсін 3-ке бөлесін 270-ке. Так, 735 көбейтілген 10-4 дәрежесі. Сонда Б нұсқасы болады. 76 ғой енді. Мгм. Дәрежесін есептеп керек емес, өйткені жауапта әртүрлі болып тұр жауаптар. Мгм. 76 деген өзі біреу ақ. Түсінікті ғой, иә? Сонда Мгм. қызыл шекара деген сөз болатын болса, қызыл шекара деген. Онда Мгм. жиілік бізде қандай болады? Жиілік деппін ғой. Так, бізде, иә, дұрыс. Жиілік бізде қандай болады, ана? Минималды болады, иә? Жиілік Иә, минималды. Ал толқын ұзындығы қандай болады? максимум. Толқын ұзындығы максималды болады. Түсіндің ме? Осы екеуін шатастырмау керек. Мгм. Мынаның формасы қандай бізде? Жұмыс бөлінген H болады. Ал мына жерде лямбда макс неге тең болады формасы? H бөлінген жұмысқа тең болады. Түсіндің ме осы? Мгм. Так, жақсы. Так, кеттік ары қарай. Жер бетіндегі мұхит суларының тасуы мен қайтуын тудыратын күш дейді. Өте оңай сұрақ. Қай жауап болады? Білмеймін. Сол. Айдың жерінің күштері Өзі күннің жер неге тәуелді өзі? Көрініп тұр ғой жер неге тәуелді екендігі. Жер не істейді бізде?
күнді айналады, сондықтан күн деген жауап обязательно болады, күн әсер етеді ғой енді. Мгм. Одан соң Мгм. екіншісі қасында ай бар, дұрыс па, ең жақыны. Мгм. Сондықтан айдың және Doğru күннің koygan. қартылыс күштері деп жауап бере салады екенбіз, түсіндің ба? Мгм. Так, жақсы. Сорғы әр секунд сайын дейді. Яғни секунд деген сөз т берілген, көлем берілген, аш берілген, тығыздық берілген, қуатты тап дейді. Мынаны да таба есеп шығардық. Қандай формадан әле? Қуатты қайтып табамыз. Мгм. Ana formüller mi? Zar. Иә, иә, иә. Енді бұл жерде бізде жұмыс дегеніміз не ең бірінші? Или қуат дегеніміз не, соны ойлана салу керек. Деген бұл жерде бізде механикада қуат қой, механикада қуатты biz n деп белгілейміз, иә? Яғни то есть Kuat o A bölgen иә, değilmiş mi? n тең Или? a бөлінген т дұрыс айтасың. Енді a дегеніміз не, ол mgh қой. Бірақ масса жоқ, Мгм. сондықтан оны қайта жаза саламыз, рho А, в g h ровно. деп жаза саламыз, ма? Бөлінген т, Мгм. көрдің ба? Сонда именно мынандай нәрсе керек қой бізге. Қай нұсқа болады? бұл е нұсқасы болады. Неге дейтін болсаң да, неге е нұсқасы, қайда т деген сұрақ келетін болса, т-ны қане деген бізде әр секунд A деген сөз, бір sekund. секунд деген сөз ғой. Ал кез келген Мгм. санды бірге бөлетін болсаң, оның өзі шықпай ма, түсіндің ба? Нәрде бір Em. деп алғанда, сонда ровно GH-тың өзі шығады, көрдің ба? Мгм. Осыған да мән беру керек. Ертең сенде мысалға былай да тұратын болса, т деп, Мгм. и мына нұсқада тұратын болса, сен уже ойлануың керек, түсініп тұрсың ғой, иә? Бұл есепте т-ны басқаларын көріп тұрсың ба, басқаларын h, в деп көрсетіп қойғанда, ро деп, именно т-ны сөзбен жазған әр секунд дейді, каждый секунд дейді, яғни бір секунд сайын, түсінесің ба? Бір деген Мгм. сөз ғой. Сонда бір деген нәрсе жазып та керек емес қой, неге, түсініп тұрсың ғой, кез келген нәрсені бірді бөлсең, көбейтсең де сол санның өзі шығады. Мына форма просто рол жаш бола салады ғой, тсыз жаза беруге болады деген сөз, түсіндің ба? Мгм. Вот, сондықтан осы нәрселерге де мән беру керек. Енді бұл жерде шатастырмау үшін мына есепте нақты беріп қойыпты. Егер қазір екеуі де тұрған кезде мысалға біріншісін белгілеп кетсең уже қате деген сияқты ғой, түсіндің ба? бірақ ой белгілей алмаймыз, өйткені бұл nt ның качествосы өте жақсы болады. Сондықтан екі формада дұрыс та, оны апелляцияға беруге болады, түсіндің ғой, иә? т деп те жазуға болады Мгм. негізі, былай да жазуға. Сондықтан әлі нақты біреуін ғана беріп қойған, ол мына нұсқа. Түсінікті ғой, иә? Em. Так, жақсы, кеттік ары қарай. Бұл механиканың есебі. Енді серіппелі пистолеттің оғының массасын n есе арттырсақ, оқтың ұшу жылдамдығы қалай артады дейді, иә? Бұл бізде энергияның байланысы. Оқ жылдамдықпен бізде массаның тәуелділігін біз түсінуіміз керек, түсінікті ғой, иә? Серіппелі пистолеттің оғының массасы n есе арттырса, оқтың ұшу жылдамдығы. Енді массаға қатысты қандай энергия бар дәл бізде? Ол энергияның уже Ki- түсінікті қандай энергия екені. Қандай энергия ол? Массаға Kinetika қатысты или потенциал? кинетикалық болмайды ғой, енді массаға көбінесе тәуелдісі ол бізде потенциалдық энергия да, түсініп тұрсың ба? Мгм. Потенциалдық биіктік пен массаға тәуелді. Енді мына жерде жылдамдық деген екен, екеуі де кинетикалық болмайды ғой, түсініп тұрсың ба? Мгм. Иә, мына жақта массаны беріп қойған ғой, екеуі де кинетикалық болып кетсе не болады ол? м квадрат м квадратқа теңестірсең екеуі қысқарып кете салады ғой. Одан кішкене Мгм. по-другому ойлану керек та. Серіппелі пистолеттің оғының массасын есе арттырса, оқтың ұшу жылдамдығы қалай өзгереді деп тұр. Бұл осындай сұрақ. Немесе кинетикалық энергиямен де шығара салуға болады. Просто е кинетикалық деп алып, екеуінің тәуелділігін ала салуға да болады. Яғни кинетикалық энергия деген сол бізде неден әлі mv квадрат бөлінген екі ғой, иә? Енді Ja. осы жерден масса мен жылдамдық қандай пропорция бірінде көрініп тұр уже, қандай пропорция екені екеуі бір біріне. Қандай пропорция? Тура кері. Bura. Bura. Кері пропорция болады. Өйткені егер де біз в-ның формасын жазатын болсам мынамен, ол менде екі е кинетикалық бөлінген м болады, көрдің ба? А, ой, ja. Сонда жылдамдық бізде кері пропорция, және ол түбір астындағы м-ге кері пропорция. Түсініп жатсың ба? Mhm. Вот. Ал сонда жылдамдық қалай өзгереді дейтін болсақ, орнына не істей саламыз, біз қоя саламыз. Орнына қалай қоямыз? Басында ол м еді, кейін не істеп кетті, ол n есе артты. nm болып кетті. Түсіндің ба, Даналия? Mhm. Бастапқы жылдамдығы, мына кейінгі жылдамдығы. Яғни в штрих деп алсақ болады. Осы екеуін бір біріне бөлетін болсаң не болады енді? Екеуін бір біріне бөлсең, в тең болады в штрихқа, ол тең болады мына жерде масса мен масса қысқарады, иә? Сонда мына жерде не қалады бізде? Мына бірдің өзі қалады да, мына жерде бір бөлінген түбір астен қалады. Көрмедің әлем? Mhm. Сонда түбір астен не істейді бізде? Үстіне шығады да, просто түбір астен болады ғой. Түсіндің ба? Сонда осы Ja. жерден в штрих неге тең болады? Ол жылдамдық бөлінген түбір асты n-ге тең болады. Сонда кейінгі жылдамдық бастапқы жылдамдықтан қарағанда қанша есе аз? Түбір асты
n есе En жазды. iyisi. Түсіндің ба? түсініп тұрсың ғой? Сонда n есе кемиді деген сөз ғой. түбір асты n есе кемиді деген жауапта е нұсқасы. Көрдің ба? Mhm. Оны жай ғана кинетикалық энергиямен шығара салдық. Так, түсінікті ма бұл? Ja. Жақсы, 13-ші есепті қалай шығарамыз, Данэлия? Штержану қозғалғышы егде үш рөлге тең пайдалы жұмыс жасағанда 2 килограмм бензин жаққан болса, қозғалтқыштың бәкі. Жақсы, енді бұл өте оңай есеп. Бұған да қатысып біраз есеп шығардық, формуланы көрсеткен. Енді пайдалы жұмыс дегеніміз не ол? Пайдалы жұмыстың алған тең деп тұр ғой сонда, иә? Пайдалы жұмыс деген ап деген сөз, дұрыс па? Жалпы пәктің өзінің Mhm. формасы қандай бізде? Пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөлеміз да, иә, Данэлия? Біз не істейміз Ja. оны? 100%-ға көбейте саламыз. Түсінікті ма? Ja. Енді Mhm. пайдалы жұмыс деген беріп қойып десек тағы толық жұмыс дегеніміз не болады дедік? Біз всегда айттық. Жанатын нәрсе толық болады дедік. QM деген нәрсе Jo. есіңде бар ма? QM Jo. штрих Ja. деген, иә? Ja. Именно бензин жанып тұр ғой. Вот. Көбейтілген жүз Mhm. пайыз. Сонда осы жерден бізге нені табу керек? Пәк табу үшін орнына қоя саламыз. Сонда 23 деп ала салайын, 10-ның алты дәрежесі мына жерде 46, 10-ның алты дәрежесі и көбейтілген 2 ма? Ja. Сонда 10-ның алты кетеді. Мына бірден қысқартсаң 23-ке 1, мына 2 болады. Сонда 1 бөлінген 4 қой. Ол деген Mhm. сөз 25% деген сөз, иә? Ja. Нұсқасы. Түсіндің ба? Mhm. Әлі дана, иә? Осыны шығара салады екенбіз. Примерно почти бүкіл өткен тақырыптардың формулалары ғой, көріп тұрсың ба? Ja. Дұрыс, сен де кішкене ұмытып қалғансың. Қайталау керек әлі. Бағанағы сенің квизіңнің бір жақсы жері әр тақырыпқа қайталау да. Вот Mhm. енді үй тапсырмасына соның күнделікті біреуін істеп жіберіп тұрсаң, біреу емес, екеуін істеп. Mhm. Онда есіңнен сақталады. Көріп тұрсың ғой, иә? Вот. Mhm. Жақсы, енді кеттік, жазып алдың ба? Ja. Аха. Келесі есепті көрейік. Идеал тербемелі контурдағы ток күшінің максимал мәні дейді. Яғни I max деген сөз бұл. Әр сөзге мән беру керек. Макс берілген екен анале. 15-те 7 ампер дейді. Ал оның конденсатор астарындағы зарядтың максимал мәні дейді. Q max па? Mhm. Q max 4, 10-ның минус 6 дәрежесі кулон дейді. Бұл тақырыпты өтпедік енді. Контурдағы электромагниттік тербелістің жиілігін сұрап тұр ғой сонда, иә? Көрдің бе, Данэлия? Mhm. Бәк түсінікті ма бұл нәрсе? Енді Данэлия, енді бұл есепті қалай шығарамыз? Так, бұны қалай түсіндірсем болады саған? Так, онда былайынан оңай түрде түсіндіре салайын. Жалпы Данэлия бізде былай. А, так. Мына жерде формасын көрсете салайын сразу. Жалпы Q дегеніміз ол бізде Q max. Түсінатсың ғой, иә? Q max. Mhm. Мысалға бұл жерде тоже не сияқты ғой? Біз себебімен қозғалысты өттік қой механикада. Сол сияқты ол синуспен берілуі мүмкін. Синус омега т деп көрдің ба? Вот. Енді қара Данэлия, жалпы Q үлкен ба, I үлкен ба деген сұрақ қой. Туындап алатын болсақ, жалпы Q дегеннің өзі не бізде? Q деген I көбейтілген т ғой. Түсіндің ба? Ja. Сонда мен Q-дан Т бойынша туындап алатын болсам, менде I шығады да, түсіндің ба? Мына Q-дің туындысы неге тең болады бізде? I-ға тең болады деген сөз ғой, түсіндің ба? Осыдан туындап алатын болсам, менде I неге тең болады? I max, иә? Синус енді Mhm. косинусқа ауысады деген сияқты, ол қатты маңызды емес, енді косинус омега т бола салсын. Бірақ енді бұл жердегі бір нәрсе да, осы I max дегеніміз не дейтін болсақ, Данэлия, мынаны жазбай тұрып бүйтейік біз. Қара, мынаның өзінен мен қазір туындап алатын болсам, уақыт бойынша туындап алатын болсам, иә? Mhm. Мына Qmax деген бұл бізде постоянка ғой, енді постоянка деген нәрсе тұрақты нәрседен біз туындамаймыз. Туынды тек қана неден алынады? Мынадан ғана алынады да, түсіндің ба? Біріншіден туынды синустың өзінен алады. Синустың туындысы не болады бізде, Аналия? Косинус. Косинус, Косинус. косинус болады. Енді одан Біз кейін бұны өткен жоқпыз ішінен ба? ішінен аламыз тағы, дұрыс па? Ішінен аламыз. Сонда ішінен алатын болсақ, омега т-дан т бойынша туындап алатын болсам, Q max көбейтілген омега болады да, түсіндің ба, Данэлия? Косинус Mhm. омега т болады, көрдің ба? Ал бағанағы форма бойынша сонда осы бізде неге тең болады? I-ға тең болады. Ал мына екеуі бізде не еді жаңа форма бойынша? I max еді ғой. Ай, Көрдің ба? Макс, иә.
сонда аймакс неге тең болады екен бізде? Ол q макс көбейтілген омегаға тең болады екен. Көрдің ба? мгм, Түсінікті ме бұл? иә, Так, жақсы. туындыны дұрыс алдық қой, иә, синустан косинус қой, да? Минус бірдеңе болып қалмасын. Так, енді ары мгм, қарай. Дальше аймакс дегеннің мәні берілген q макс, ал омега дегеніміз не ол бізде? Омега деген қайша жасауға болады? Бағана ғана бір есеп шығардық біз уже. Ол не деп аламыз біз? 2 пи көбейтілген ню не деп ала бөлінген. саласың. И все, осы жерде ню таба саласың. түсінікті ма міне? Ешқандай Мгм, қиын нәрсе жоқ. Ню неге тең болады? Аймакс бөлінген 2 пи q макс бола ма? Иә. Орындарына қойсақ 15-те 7 бөлінген 2 3 те 14 және де 4 10-ның минус 6 дәрежесі. Неше шығады? Міне тезірек есептеп жібере сал. Сандарды бөле сал, ана 10 минус 6 дәрежесі үстіне шығады да 10-ның плюс 6 дәрежесі бола салады, иә? 15'te 7 bölünsün 2 bölünsün 3'te 14'e и bölünsün 4'e de. Onda 625 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі. 625 көбейтілген 10-ның минус 3 деген дұрыс қой. Мгм, Сонда плюс 3 бола салады да жауап бізде 0,625 мегагерц бола салады. Түсінік па? мгм, Бұл жерден 625 10-ның 3 дәрежесі келіп шығады. Бұл деген сөз 0-мен жазатын болсаң, бұл 625 10-ның 6 дәрежесі болады. Ал ол деген сөз мега дегенді білдіреді. Түсінік па, Данэлия? Вот осылай. мгм, Түсінікті ғой жалпы? иә, Хорошо. Кеттік, келесі есепті көрейік. Мынандай есеп тура шығарғанбыз. Есіңде ме мынау? Кітапта болды ғой деймін біз шығарған. Гидростатикалық иә, қысым деген нәрсе есіңде бар ма? Суретте бірдей мгм. сұйықтар мен құйылған ыдыста көрсетілген гидростатикалық қысымы ең үлкен болатын ыдыс қайсы болады? Гидростатикалық қысым Бәрінде не- бірдей емес пе? неге тәуелді гидростатикалық қысым? Ну, көлеміне. Жоқ. Уже ұмытып Жоқ. қалыпсың. Егер сұйықтықтар бірдей болатын болса, ол не деген сөз? Тығыздықтары бірдей деген сөз, иә? Егер де Мгм, тығыздықтары бірдей болатын болса, гидростатикалық қысым неге ғана тәуелді болады? Ыдыстың биіктігіне ғана тәуелді болады. Түсіндің ба? ой. Бұл тең рочаш қой формуласы. Мгм, Сонда ең биік болып тұрған бізде үшінші сурет қой, сонда жауап 3 бола салады. Көрдің ба? Ешқандай көлеміне, табан ауданына мүлдем тәуелді емес. Гидростатикалық қысым тек қана сұйықтың тығыздығы мен биіктігіне тәуелді. Түсінікті ғой, иә? Бірақ бұл есепте мгм, айтып тұр ғой, бірдей сұйықтық деген сөз бәрінің тығыздығы бірдей. Оны ескеріп керек емес. Тек биіктіктерді салыстырасың. Түсінікті ма? мгм, Ал егер қатты дене болған кезде, ол кезде по-другому. Қатты денеде қысым неге тәуелді бізде? Фс қой. мгм, Жоқ, қате жазып тұрмын ғой, иә? F бөлінген S қой. Иә. Сонда бұл неге тәуелді әлі? Күшке, енді күш бәріне бірдей түсетін мгм, болса, ауданға тәуелді. Көрдің бе? Вот. Егер мгм, қатты дене болғанда бұл жерде 4 болатын еді жауап, иә? 4 болмайды, то есть қайсы болатын еді? 3 болатын еді тағы да. Өйткені неғұрлым аудан аз болса, соғұрлым қысым көп болады ғой, түсінесің ба?